Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ши бауырсақ рецептін ұсынатын боламын. Ұлыстың ұлы күнінде әрбір қазақ дастарханында болуы тиіс рецепт. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге жылы су қажет. Міндетті түрде жылы болуы тиіс. 200 мл және де 400-450 грамм ұн және де 100 мл сұйық май, бір жұмыртқа, ас содасы мен қант және тұз қажет. Ең бірінші жылы суымызды құйып аламыз. Жылы суымызға бір жұмыртқамызды салып, және де тұз бен қантымызды саламыз. Мен бірінші ас содасын ұныма салып, жақсылап араластырып қоямын. Тұз бен қантымды жылы смеске салып, жақсылап венчіктеп аламыз. Венчіктеп алғаннан кейін сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымның жарты бөлігін саламын. Соданы жақсылап біркелкі қылып араластырып алдым. Ұнымның жарты бөлігін салып, жұмсақ болғанша, бір-біріне сіңгенше қамыр қыламын. Және де қалған бөлігін салып, мықтылап қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамыр илеп алдық. Енді дастарханға түсіріп, тағы да 1-2 минуттай басып илеп аламыз. Жақсылап илеп алғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қалдырамын. 5 минуттан кейін тағы да мықтылап илеп қоямын. Барынша қолымызбен жақсы әрекеттенсек, жақсы қамыр шығады. Қамырымыз өте нәзік болғанымен қолға жабыспауы қажет. Енді бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өтті. Дастарханға кішігірім ұн сеуіп қоямыз. Және де қолымызбен мықтылап дөңгелетіп басып, осындай бөліктерге бөлетін боламыз. Бұл кәдімгі лағманның тестасына да ұқсайды. Тура солай дайындалады негізінде. Тура осы жолмен, осы әдіспен. Бірақ біз бұны тез істейтін боламыз. Қараңыздар. Қолымызбен осылай созамыз. Қамырымыз өте нәзік болғандықтан жақсы созылады, тез созылады. Осылай дайындап қоямыз. Барлығын тура осылай мына дастарханға да домалатсаңыздар болады. Қолмен де домалатсаңыздар болады. Қамырымыз жақсы тынығып тұрғаннан кейін жұмыс істеу өте оңай. Қараңыздар. Барлығын осылай істеп алдық. Енді қалғандардың бетін жауып қоямын. Құрғап кетпеуі қажет. Кішкентай қылып, осындай кішігірім қылып тураймыз. Міндетті түрде ыстық майға салып пісіретін боламыз. Шамамен 3-4 минуттай піседі. Және де астын үстін осылай біркелкі етіп араластырып тұрған жөн. Қатты қызартпаймыз. Себебі қатты қызартсақ, қатты болып қалуы мүмкін. Тура осылай барлығын пісіріп шығамын. Осы рецептпен де өте көп шығады. Сол себепті сіздерге дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады, өте қытырлақ болып шығады. Ал егер де рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта жақсы сәтті рецептерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойсаңыздар болады.